Қазақтың Шымкентте 5-тен 1. Ешқашан шығармаңдар естен мұны. Әрқашан бізге қарап өлшенеді қазақтың қаншалықты екендігі. Біз әрдайым жаңа идеялар мен жобалардың, ауқымды инвестициялардың ордасына айналған Шымкент құрама штаттары, немесе Қазақстандағы Техас аталып кеткен алып шаһардамыз. Армысыз көрермен, эфирде Шырайлы шаһар бағдарламасы. Сіздермен бірге Серік Жұмабек. Шымкент Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан республикалық маңызы бар қала. 2018 жылдың 19 маусымына дейін оңтүстік Қазақстан облысының орталығы болып келді. Жалпы аумағы 116.280 гектар. Халық саны бойынша Алматыдан кейінгі екінші орында тұр. Миллионнан астам тұрғыны бар қалада қазақ, өзбек, татар, неміс, еврей, поляк, башқұрт, Әзербайжан сынды 19 ұлттың өкілін құшағына сыйдырған қонақжай, қайырымды, ең бастысы еңбекқор халық өмір сүреді. Расымен Шымкент тмд елдер арасындағы ең үздік қалалардың бірі. Мұнда 1964 көше бар. Олардың жалпы ұзындығы 2135 шақырымды құрайды. Бұл өте үлкен қашықтық. Басқасын айтпағанда мұнда жаз айларының өзі 300 күнге созылады ғой. 2 ай ғана қыс болады деген сөз. Нағыз шырайлы шаһар дерсіз. Бүгінде Шымкент Қазақстанның негізгі өнеркәсіп, сауда және мәдени орталығына айналған. Мұнда жұртшылық зиярат жасайтын ислам дінінің қасиетті орындары мен сәулеттік құрылыстары жеткілікті. Айталық, қаладағы 7 бірдей тарихи мәдени ескерткіш, республикалық маңызы бар қасиетті, киелі жерлердің тізіміненсе 8 нысан жергілікті маңызғы орындар қатарына жатқызылған. Халық жазушысы Мұхтар Мағауиннің тілімен айтсақ, Шымкент Қазақстансыз өмір сүре алады. Қазақстан Шымкентсіз өмір сүре алмайды. Расымен Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының 3 бірдей жеңімпазы осы Шымкент қаласынан шыққан жоқ па? Ақылды, жасыл әрі қауіпсіз қалаға арналған бағдарламамыздың алғашқы санын ескі қала аумағына және тәуелсіздік саябағына арнаймыз. Алдымен қала әкімдігіне кіріп бағытымызды айқындап алайық. Шымкент қаласы өзі географиялық тұрғыда өте туристік орталыққа бейім жерде орналасқан деп айтсам мен қателеспеймін. Туризмге лайықты үлкен мәселе ол темір жол болсын, әуе жолы болсын, автомобильдік жолдар болсын, бәрі осы Шымкент қаласының төңірегінен немесе кесіп өтетін сондай инфрақұрылым бар. Сол себептен бүгін таңда толығымен айтуға болады, туризмді ары қарай дамытуға толығымен потенциалы бар, тек қана осы бағытта жұмыс жасауымыз керек. Түсірілім тобы қаланың бүгінгі жетістігін бағамдау үшін алдымен арғы тарихына үңіліп көрмек. Сол үшін де алғашқы нысан ретінде ежелден ақ саяхатшылар мен ғалымдардың назарын өзіне аударып, аумақтың түкпір-түкпіріне апаратын барлық туристік бағыттардың заңды бастау болған ескі қала аумағы таңдап алынды. Шымкент қаласының даму тарихын бейнелейтін цитадель, яғни ескі қаланы жаңғырту бойынша бүгінде қалашық аумағына зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Негізгі мақсат көне археологиялық парк кешенін ашық аспан астындағы мұражайға айналдыру. Жұмыс енді 2017 жылы басталған болатын, бірақ археологиялық ізденістер 2004 жылдан басталды. 15 жылдық археолог ізденістердің арқасында бұл жердің жаңағы тарихи негізі біріншіден 2200 жылдығы дәлелденіп, ғылыми негізде сосын негізгі бөліктері анықталды. Ол цитадель, ол Шахристан негізі объектілері, сосын мына қорған қабырғалары мен солардың іздері. Келер жылы мына оңтүстік қабырға қалпына келтіріледі, оның алды абаттандырылады. Жоғарыда цитадель бөлігі ашылады. Мына археологиялық ашылып жатқан дүниелердің үстеріне жабындар жабылып, ел көретіндей жағдайға келтіріледі. Бірінші бөлігі жұмыстың келер жылғы сол жазға дайын болады. Аталған жобаның туристік, экономикалық бағытынан бөлек тарихи тағылымы дорасан. Қалашықта археологиялық зерттеулер жүргізген ғалымдар табылған көне жәдігерлердің қолданыс хронологиясы арқылы Шымкенттің 2200 жылдық тарихы бар екенін дәлелдеп шыққан. 2200 жыл Шымкентке ешқандай күмәндігіміз жоқ. Себебін айтып кетейін. Біз мына Шымкент қаласының ғасырын стратиграфиялық түрде зерттедік. Археологиялық стратиграфиялық зерттеу деген бар. Шымкент қаласының мәдени қабаттары 14 метр болып шықты. Бұл жерде табылған заттар мына Афрасияп және Самарқандтан
алып келінген заттар болып шықты. Болашақта көне Шымкент қалашығы деп аталатын этно мәдени кешен салынбақ. Яғни мұндағы археологиялық қазбалар қоршалып, оның жанынан қолөнер шеберлер бөлмесі, сауда ойын-сауық кешені, әмбебап көрме залы сынды тағы басқа нысандар бой көтереді. Сәйкесінше 2020 жылға дейін көне қала орнын абаттандырып, туристерді көптеп тартатын нысанға айналдыру міндеті тұр. Қазірге дейін жасалған зерттеу жұмыстарының нәтижесінде археологиялық қазбалар арқылы табылған заттар 19 ғасырға жатқызылған. Олардың қатарында жүзік, сақина, білезік сынды әшекей бұйымдардан бөлек қару-жарақ сынықтары және де мынадай зеңбіректің оқтары табылған кәдімгідей салмағы бар дүние. Ал басқа жәдігерлерге қалпына келтіру жұмыстары жасалынып, туристер назарына ұсынылған екен. Шымкент қалашығы бұл осы СНГ деп айтсақ болады. Қаланың ішіндегі, қазіргі современный қаланың ішіндегі сақталып қалған бірден бір ескерткіш болып табылады. Қала өзі Шахристан, Цитадель деп екіге бөлінеді. Рабат территориясы бар. Енді біз қазір тұрған жер Шахристанда тұр. Ол жерде қаланың қорғаныс жүйесі жаңа атап өткендей, бүкіл осы оңтүстік, шығыс және батыс беткей жағынан бүкіл қорғаныс жүйесі ашылып отыр. Яғни ол сол кездегі мынау соңғы орыс кезеңімен аяқталған қорғаныс жүйесі болып табылады. Жалпы осы жиналған мәліметтер бар, мынау керамикалық қыш ыдыстар, бұйымдар бар. Әрбір мәдени қабаттың дәуірі анықталып, жалпы осы біздің ескі қалашықтың тарихының сыр шертіп жатыр. Ескі қала аумағынан шығысқа қарай сәл жүрсеңіз, биіктігі 15 метрлік мына алып қақпаға жолығасыз. Бұл көне Шымкент пен бүгінгі ұлыстың, тіпті бүкіл қазақ халқының ұйытқысы болған тәуелсіздік саябағы. Олай дейтініміз, кіреберістегі қаз-қатар тізілген мәрмәр тақталарда 1991 жылдан 2011 жылға дейінгі елімізде орын алған елеулі тарихи оқиғалар тасқа қашалып жазылған. Саябақ 2011 жылдың 18 мамырында Қабанбай Батыр көшесіндегі тарихи төбенің үстіне салынған. Жалпы аумағы 8 гектар. Мұнда тәуелсіздік шежіресі аллеясы, алтын шаңырақ ел бірлігі монументі, рәміздер алаңы орналасқан. Тәуелсіз саябағының өзінде 25 адам жұмыс істейді. Келіп демалушылардың саны көп, оны жас таңдамайды. Жасы да бар, үлкені де бар. Бұл жерде мыңдаған ағаштар, гүлдер егілген. Саябақтың ортаңғы бөлігіндегі алтын шаңырақ ел бірлігі тәуелсіздік монументі айрықша көзге түседі. Күн сәулелі шаңырақ тарқалаған 137 мәрмәр тіреу елімізде мекен етіп жатқан барлық ұлт пен ұлыс өкілдерінің ынтымақ пен бірлікті ту етіп, бітімгершілікте өмір сүріп жатқандығын бейнелеп тұр. Тәуелсіздік саябағының екінші шыға беріс бөлігінде рәміздер алаңы бар. Биіктігі 25 метрлік мына жеті найза көрген жанның көңіліне рух ұялатады. Ал көлемі 128 шаршы метрлік көк туымыз 50 метр биіктік келінген. Бейбіт күннің биігінде желбіреген байрақты көргенде көңіліңе шаттық пен бақыт орнайды. Міне нағыз тәуелсіздік. Көк тудың желбірегені, бақыттың елжірегені, қалған қазақты. Тәуелсіздік саябағы халқымыздың кешегісі мен келешегінің дәнекері, егеменді бір тұтас мемлекетіміздің жарқында жаңаша дамуының куәгері. Қазақстанның қасиетті жерлері қанша ғасыр өтсе де, бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман алып шығатын символдық қалқанымыз, әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы болып қала береді. Әлем бізді қара алтынымен, немесе сыртқы саясаттағы ірі бастамаларымен ғана емес, мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек. Бұл шырайлы шаһар бағдарламасы. Амандықта жолығайық.